Таразда Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясымен заң мен тәртіп қағидат аясында кең көлемді сенбілік ұйымдастырылды. Егістің негізгі алаңы тарихи маңызы бар тектұрмас этно-тарихи кешені. Сәулетті мекенді абаттандыруға 200-ге жуық белсенді жастар жиналып, қоршаған ортаны қорғауға өз үлестерін қосты. Тараз тарихи қала, сондықтан өңірдегі көне орындар мен ескерткіштер маңын таза ұстап, күтіп ұстау жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Осы бағыттағы кезекті тазалық шарасы киелі кешен аумағында жалғасын тапты. Жастар ресурстық орталығымен бірге ұйымдастырылған сенбілік барысында ауқымды жұмыс атқарылды. Белсенділердің күшімен 17 гектар аумақ қалдықтарын тазартылып, 5 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Сондай-ақ нысан ішіндегі жәдігерлердің айналасы толықтай ретке келтірілді. Әрбір ауылдағы, аудандағы, қаладағы волонтер жастар, жасыл еңбек жасақтарының жауынгерлер және де жастар ресурстық орталықтарының жастары өздерінің үлестерін қосуда. Бұл бағытпен біз тоқтап қалмаймыз. Әрмен қарай өзіміздің Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы жасалып жатқан дүниелерді, жасалып жатқан шараларымыздың барлығын әрмен қарай да көрсете бермекпіз. Мұндай экоакциялар өскелең ұрпақтың табиғатқа деген жанашырлығын арттырып, экологиялық мәдениетін қалыптастыруға негізделген. Өйткені шынайы отансүйгіштік құр ұрандатудан емес, туған өлкені аялауға бағытталған қарапайым әрекеттерден көрініс табады. Сондықтан еріктілер табиғатты қорғау бастамаларына белсенді қатысуға шақырады. Жалпы азаматтық борыш дегеніміз бұл жай ғана заңды білу немесе заңды сақтау емес. Бұл осындай отан сүйгіштікке әкелетін үлкен істер емес, қарапайым әрекеттердің бастауы. Сондықтан да Таразымыздың көркеюі, облысымыздың таза болуы бұл өзіміздің абыройымыз, өзіміздің қолымызда, өзіміздің үлесімізде. Тәртіп тазалықтан басталады. Жобасы аясында басталған бұл жұмыстар алдағы уақытта облыстағы өзге аудандарда да өз жалғасын табады. Ал бүгінгі сенбілікке белсене қатысқан еріктілер барша қала тұрғындарын қоршаған ортаға ұқыпты қарап, тазалықты әдетке айналдыруға шақырады. Мөлдір Аумбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.